қазір мына халық көбісі өзінің күшін түсінбейді. Бұл не деген сөз? Мына қазіргі алдында мен осы видео жариялаған болатын. Пайғамбарлардың жаңағы өзінің ішкен асына еңбегі сіңбей тамақ жемеген, сахабалардың айтып пайғамбар сосын бір сапарда жүрген кезде тамақты жейтін кезде отын тасып келетін, сол турасында жаңағы мысал келтірген. Астанада жаңағы 19-шы жылы көпбалалы аналар жаңағы не істейді, Ақорданың алдына барып көп жиналып сөйтіп жаңағы айспы не бер деп, содан кейін сөйтіп жаңағы айспыны бүкіл ел төңірегінде барлығын айспы беріп жібереді, пособияны да жеңілдетіп жібереді. Жаңағы құжат тапсыру, рәсімдеу процесін өте жеңіл қылып, автоматтандырып сөйтіп жаңағы беріп жібереді да. Осы турасында халықтың көзқарасы шын келбеті мынандай да, сыртынан қарап жүрді соған. Немқұрайлы қарап жүрді сол әйелдерге. Бірақ кейіннен айспы берген кезде, жаңа пособияны берген кезде барлығы қатты бір сондай неменен белсенділікпен жаңа ақшаны алып бастады да халықтың бәрі. Осы мен не айтқым келеді? Біз мына белсенділер, әрбір белсенді блогер осындай бір қандай да бір мәселені... белсенділікке олардың еңбегі сіңген жоқ дейсің ғой, жаңағы кейіннен жүгіргендер, пособияны алу үшін. Белсенділер бір қандай да бір мәселені көтерсе, бір сұрақты көтеріп, сол мәселені бір видео контент шығарса, әлеуметтік желіге шығарса, соны көрген кезде біздің мына халыққа айтарым, мына қолдап, видеоларды қолдап, лайк басып, комментарий жазып, оны жан-жақтарыңызбен бөлісіп жіберу, осы бір қолдауларыңыз, бір еңбектеріңіз сияқты кішкентай қосатын. Яғни, егер де осы мәселе шешілсе, мысалға жаңағы қалада 40 км сағатына шектеуін түнгі уақытта осы шектеуді алып тастауға қол жеткіздік қой. Осындай белсенділіктің арқасында, көптеген қолдаудың арқасында, осындай видеоларды қолдаудың арқасында еттік соған, Алланың қалауымен. Сосын екінші, жаңа Экин патролдың үстін аяғын жаққыздық. Сол мәселелер көптеген адамдарға пайдасын тигізіп тұр ғой. Сол пайдаға адамдар ақша берудің қажеті жоқ. Блогерлерге, белсенділерге ақша беріп қажеті жоқ. Көшеге шығып, жаңа митингке шығып, оны ешкім сұрамайды. Қауіпсіз, қорқасың да митингке шығып. Ең кем дегенде жаңағыдай видеоларын қолдап жіберсеңіздер, сол кезде соның ертең осы белсенділердің жұмысының нәтижесін сіздер пайдаланған кезде ұялмай пайдаланасыздар да. Ең болмаса сол поделиться, лайк басып, комментарий, пікір жазып, сөйтіп өздеріңіздің кішкентай болса да үлестеріңізді осы мәселелерге қосып қоясыздар. Және біздің істеп жүрген, бастап жатқан істерімізге қолдау көрсетіп, жаңа Фархат бауырым айтқандай поделиться етіп, жан-жақтарыңызға таратып қолдау көрсетіп отырсаңыздар, соның өзі жаңа айтқандай біздің болашақта өздеріңізге тиетін пайдаңызға еңбегіңіз тиді деп білеміз.